Келесі бізде тақырыпшамыз модуль теңдеуді шешудің екінші әдісіміз. Енді оқушылар жаңа бірінші әдісіне байланысты барлығын қарастырдық. Енді екінші әдісінде қарасаңыздар теңдеудің екі жағында, теңсіздіктің екі жағында квадраттау әдісі. Теңсіздіктің екі жағында қай уақытта квадраттаймыз? Егер екі жағында да, яғни модуль теңсіздік, мына жерде мысалға теңсіздік болсын, модуль теңсіздіктің екі жағында да, яғни модульмен және x айнымалысымен берілетін болса, екі жағын жақшаға алып квадраттаймыз. Оны теңдеуде шығарған секілді тура мысалға мынандай есептерді қазір қарастырып көрейік. Модульмен келген екі жағы да басқа ешқандай сан болмау керек. Айналасында ол жағдайда бірден оңай шығару әдісі жақшаға алып квадраттай саламыз. Яғни модуль белгісін қолданбай жақшаға алып квадраттап ашатын боламын. Демек, мен жақшаға алайын. Қазір 3x қосылған 2 деген өрнекті жақшаға алып квадраттаймын. Және мына теңсіздіктің оң жағында тура солай. X азайтылған 2. Оны жақшаға алып квадраттаймын. Мінекей, модулдің екі жағында жақшаға алып квадраттадық. Енді бізде барып қазір ашатын болсақ, қысқаша көбейту формуласын пайдаланып ашатын боламыз. Бізде оқушылар 3x-ті квадраттасақ 9x квадратты береді. Қосылған 3x-қа 2-ні көбейтемін. Мына екеуін көбейтсең, жақшаның ішінде тұрған екеуін көбейтсең 6x, оны 2 еселейміз, сонда 12x болады. Қосылған 2-нің квадраты соңында 4 деген саны береді. Мінекей. Қысқаша көбейту формуласы пайдаланып, екі жағын квадраттап жүрмін. Мына оң жағында x-ті квадраттаймын. Азайтылған 2-ін көбейтсең 2x, оны 2 еселеген кезде 4x береді. Қосылған 2-нің квадраты 4. Мынаны бізде оқушылар кәдімгі қысқаша көбейту формуласын өздеріңіз көрсеңіздер болады. А плюс b-ның квадраты, а минус b-ның квадраты бойынша ашқан болады. Енді теңсіздіктің сол жағына бәрін өткізіп аламын мен. Бірінші сол жағына да тұрған өрнектің барлығын көшіріп жазып алайын. Оң жағында тұрған өрнектерді сол жағына өткізетін боламын. X квадратты сол жағына өткізсең минус x квадрат, 4x-ті сол жағына өткізсең плюс 4x, плюс 4-ті сол жағына өткізсең минус 4 деген мәнді аламыз. Және теңсіздігіміз үлкен 0-ден екен. Ендігі амал бізде оқушылар 9x квадрат пен 1x квадратты азайтамын. Ұқсас дүниелерін сонда азайтатын болсам 8x квадрат болады. Мына 12x пен 4x қосылып бізде 16x болады. Мына плюс 4 пен минус 4 екеуі қысқарып жойылып кетеді. Сонда теңсіздігіміз үлкен 0-ден деген ғана жауап қалады екен. Ендігі соңғы дүниеміз бізде жақшаның сыртына мынау толымсыз квадрат теңсіздік болып тұр. Демек, жақшаның сыртына x шығару арқылы есептің шешімдерін табатын боламын. Сонда жақшаның сыртына x шығарып жүретін болсам, жақшаның ішінде 8x қосылған 16. Мынау теңсіздігімізді уақытша мен шешімін табу үшін тең емес 0-ге деп ала тұрайын. Уақытша тең емес деп ала тұрмын. Шешімдерін тауып алу үшін. Сонда x тең емес 0 деген бір жауап шығады. Және жақшаның ішінде тең емес 0-ге деп алсам. Мына плюс 16-ны теңдіктің оң жағына қарай өткізейік. Сонда 8x тең емес минус 16-ға x тең емес соңғы дүние. Минус 16-ны 8-ге бөлсеңіздер, минус 2 деген жауап шығады. Сонда оқушылар есептің шешімдері табылды. Мінекей. Табылған шешімдерді барып не істейміз? Соңғы амалымыз бізде оқушылар аралықтарға орналастыратын боламын. Яғни екеуді аралыққа орналастырамын. Екеуі де бой алмайды шешімдері. Міндетті түрде не үшін? Өйткені теңсіздігіміз қатаң емес. Минус 2 мен 0 деген шешімдер аралықтарға орналастырдым. Міндетті түрде интервалдарға бөлеміз. Таңбаларын анықтаймыз, сонымен есептің жауабы шығады. Оң жағымыз плюстен басталады. Плюс, минус, плюс, минус. Өйткені стандарт түрге келтірілген x квадраттың алды плюс болып тұр. Енді теңсіздікті қарайық. Мына жердегі маңызды дүние, мына 4 бұрышпен қоршап қойдым. Мынау стандарт түрі. Осы жерде теңсіздікті қарасақ 0-ден үлкен деп отыр. 0-ден үлкен деген сөз, ол қай аралықтарды жауапқа аламыз? Плюс аралықтарды жауапқа алатын боламыз. Сонда есептің шешімі x тиісті. Минус x-діктен минус 2-ге дейін және 0-ден басталып плюс x-ге дейін. Мінекей, жауаптарымыз табылған болады. Келесі тақырыпшамыз оқушылар, келесі тақырыпшамыз бізде мінекей аралықтар тәсілі шешу бойынша дейді. Яғни аралықтар тәсілі қай уақытта модуль өрнектер келеді, яғни әртүрлі модульдер келеді, сандарына байланысты әртүрлі, екеуі болуы мүмкін, үшеуі, төртеуі модуль болуы мүмкін. Және теңсіздіктен кейінгі берілген өрнектен А-ның орнында әртүрлі бір сандар беріп қояды. А-ның орнында бір сандар беріп қояды. Бұндай жағдайларда аралықтар әдісін қолданамыз. Яғни модуль өрнектердің ішін 0-ге теңестіреміз. Тура сол теңдеуді шығарған секілді шығарамыз. Қазір есеп шығару барысында түсінетін боласыздар. 0-дердің сан сәулесіне орналастырамыз. Әрбір аралықтардағы өрнектің таңбасын анықтаймыз. Әрбір аралық үшін модульді ашамыз және шешімдерін соңында біріктіріп шығатын боламыз. Ол деген сөз бастапқы 11-ші тапсырмадан қазір түсіндіріп көрсетемін. Ең алдымен модульдің ішінде тұрған өрнектерді 0-ге теңестіріп аламыз. Сонда 2x азайтылған 4 тең болады 0-ге.
және x плюс 3-ті де 0-ге теңестіріп алайын. Енді мына жерден теңдеуді шығаратын болсақ, минус 4-ті оң жағына өткізейік. Минус 4 оң жағына плюс 4 болып өтеді. Оны 2-ні 4-ке бөлжіретін болсам, шешімі x-тің жауабы 2 деген сан шығады. Мен бірден қойшы жаза салдым. Мұнда x тең плюс 3-ті оң жағына өткізсеңіздер, минус 3 деген жауап шығады. Яғни теңдеуді, екі теңдеуді шығардым, мен шешімдерін таптым, минус 3 пен 2. Енді шыққан шешімдерді барып, неке аралықтарға орналастырамыз. Минус 3 және плюс 2. Интервалдарға неке бөліп қояйық. Міндетті түрде интервалдарға бөліп қояйық. Енді аралықтардағы таң басын анықтаймыз, оқушылар. Мына жақта минус шексіздігі жатқан болатын, білесіздер. Мынау оң жақта плюс шексіздік жатыр. Енді минус шексіздік пен минус 3-тің арасынан бір санды алайық. Минус шексіздік пен минус 3-тің арасынан мен минус 5 деген санды апарып, мына модуль өрнектердің екеуіне де қойып тексеріп көрем. Модульдердің ішінен қандай таңбалы сан, оң таңбалы немесе теріс таңбалы сан шыға ма, соны анықтауымыз қажет. Бірінші минус 5 деген санды мына жерге апарып қоятын болсам, 2 көбейтілген минус 5 азайту 4. Мына жерден қандай сан шығады? Бірінші модуль өрнектен теріс таңбалы сан шығады екен. Бірінші модульден теріс таңбалы. Екінші өрнекке минус 5 қосу 3, бұл жақтан да теріс таңбалы сан шықты. Екеуінен де теріс таңбалы сан шығады екен. Демек, мен былай жазып қоям. Бірінші модулімізді қазір минус таңбамен, екінші модулімізді де бізде минус таңбамен ашатын боламыз. Келесі амалымыз. Минус 3 пен плюс 2-нің арасынан бір деген санды алайын. Бір деген санды апарып қоятын болсақ, 2 көбейту 1 азайту 4. Бұл да бізде бірінші модуліміз минус таңбалы сан шығады екен. Екеуінің арасынан алсам, минус 3 пен 2-нің арасынан бір санды алдым ойдан. Және бірді апарып мұнда екінші модульге қойсам, 1 қосу 3, оң таңбалы плюс 4 деген сан шықты. Бірінші модуліміз сонда бізде минус таңбалы сан шығады. Мына екеуінің арасынан бір санды апарып қойсам, ал екінші модуліміз плюс таңбалы сан шығады. Кез келген әйтеуір арасынан бір санды қойдым. Минус 3 пен 2-нің арасынан қандай да бір санды апарып, мына модульдердің орнында, x-тердің орнына қойсаңыздар, осындай таңбаларды аласыздар. Келесі, 2-ден плюс x-ге дейінгі аралықтан бір 100 деген санды алайық. 100-ді апарып қойсаңыздар, екеуінен де қандай таңбалы сан шығады? Екі модулімізден де плюс таңбалы сан шығады екен. Сонда бізде қазір 3 жағдайда мына есепті ашып, жақшаны ашып қарастыратын боламыз. Ол деген сөз бірінші жағдайымыз деп қойын. Бірінші жағдайымызда қандай болыпты? Бірінші жағдай, мынау алғашқы, мынау екінші жағдайымыз, мынау үшінші жағдайымыз. 3 жағдайда мен қазір қарастырам. Рим цифрмен жазып қойсақ болмаса. Бірінші жағдай, екінші жағдай және үшінші жағдай. Бірінші жағдайымыз. Бірінші жағдайда есептің шешімдері қай жақта қиылысу керек? Есептің жауаптары мінекей міндетті түрде мына шарт қылып аламыз. Минус шексіздіктен бастап қай жаққа дейін? Минус 3-ке дейінгі аралықта қиылысуы керек. Міне минус шексіздік мен минус 3-тің арасынан ашқан кезде екеуінің алдына да минус таңба қойып, қазір жақшаны ашатын боламыз. Екі модульдің алдына да минус таңба қойып жақшасын ашамын. Сонда модуль өрнектің, бірінші модуль өрнектің алдына жақшаға жазам, алдына минус таңба қойдым. Мінекей 2x минус 4. Жақшамен жазу керек, міндетті түрде. Екінші модуль өрнектің алдына да мына жерге минус таңба қоям. Оқушылар, өзді есептің берілгенде минус бар. Мен мына формуладағы минусты апарып қойған кезде екі минусымыз плюс болып жазылады екен. Көрдіңіздер ғой, мынау не үшін плюс болды? Минус пен минус плюс таңбаға айналып кетті. Жақшаның ішінде x плюс 3 үлкен немесе тең 1-ден. Енді мына теңсізді шығаратын болсақ, минус жақшаны ашайық. Минус 2x қосылған 4 қосылған x қосылған 3 үлкен немесе тең 1-ден. Енді минус 2x пен плюс x'іміз қосылып кетіп минус x'ті береді. 4 пен 3-ті қоссаңыздар 7-ні береді. X плюс 7 үлкен немесе тең 1-ден. Плюс 7-ні мен теңсіздіктің оң жағына өткізейін. Теңсіздіктің оң жағына плюс 7-міз азайту минус 7 болып өтеді. Яғни 1 мен 7-ні азайтсам, бізде минус 6 деген шешім болады. Сонда x минусына оң жағына бөлетін болсақ, теңсіздіктің бағыты өзгеріп, бізде плюс 6 деген жауап шығады. X кіші немесе тең плюс 6. Мінекей оқушылар, бірінші өрнектің шешімі табылды. X-іміз плюс 6-тан кіші немесе тең деп тұр. Аралығымыз минус шексіздіктен 3-ке дейін деп тұр. Демек, екеуін міндетті түрде мен қазір мына жерде қиылыстыратын боламын. Сармен мына жерде кішкентай көрсетіп жазып қояйын сіздерге. Екі аралықты бір-бірімен қиылыстыратын боламыз қазір. Мына аралық бірінші өрнегімді жазып қояйын, және екінші өрнегіміз астына жазып қояйын. Бірінші аралығымызда не деп тұр? Бізде мына жерде минус 3 орналасқан, қызылмен жазып көрсетейін. Мына қызыл өрнекті апарып қоятын болсам, минус 3 дейді, ол бізде минус шексіздікке дейін. Міне минус 3-тен минус шексіздікке дейін. Және екінші шыққанна жауабымыз көкпен жазып қоямыз сіздерге. 6 деп тұр. 6 деген шешіміміз ол бой алады бізде. 6-дан x-іміз кіші деп тұр. Бұл да минус шексіздікке дейін бара жатыр. Енді екеуін қиылыстыруымыз керек.
екеуі қиылысатын болса, оқушылар қай жауапты аламыз? Қызыл мен мына көгіміз қиылысу керек, яғни үстіндегі шартымызбен, есептің үстіндегі шартпен мына екеуін қиылыстыратын болсақ, есептің шешімі бір жауап шығады, x тиісті. Екеуінің де қиылысқан жері қай жерге дейін? Әрине минус шексіздіктен басталып, минус 3-ке дейінгі аралық болады екен. Мінекей шешімнің бір шешіміміз табылды, оқушылар, есептің жауабын. Келесі амалымыз бізде екінші этап. Қызылмен тағы жазып қояйық. Екінші аралығымыз, қоршап қояйын. Бірінші модуліміздің алдына минус қоям, екінші модулінің алдына плюс қоям. Сонда ашатын болсақ, минус жақшаның ішінде 2x азайтылған 4. Екінші өрнегіміздің алдына плюс таңба қоям. Яғни мына жерге плюс қоятын болып апарып қоямыз. Стрелканың орнына плюс пен минусты көбейтетін болсақ, сол минустың өзі қайтадан көшіріліп жазылады сонда. Минус қосылу x плюс 3 үлкен немесе тең 1-ден. Жақшаларды ашайық. Сонда минус 2x қосылған 4 минус x азайту 3 үлкен немесе тең 1-ден. Минус 2x пен минус x'іміз бізде минус 3x'ті береді. Плюс 4-тен 3-ті азайтатын болсақ, плюс 1 деген жауап болады. Үлкен немесе тең 1-ден. Минус 3x. Мұна плюс 1-ді теңсіздіктің оң жағына өткізген кезде азайтылып кетіп, екеуі 0 деген жауап береді. X-тің алдындағы минус 3-ті теңсіздіктің оң жағына бөлген кезде міндетті түрде теңсіздіктің бағыты өзгереді. 0-ді 3-ке бөлсеңіздер, 0 деген жауаптың өзі шығады. 0-ді 3-ке бөлдік, минус 3-ке 0-дің өзі шықты және теңсіздік өзгерді. Енді шыққан жауап мінекей табылды. Және бұның шарты бар еді ғой бізде, мынау жататын аралығымыз бар ғой. Жататын аралығымыз, шартымыз жазып қоя салайық. Бұл аралығымыз минус 3 пен 2-ның аралығында жатуы керек. X тиісті көкпен жаза салайын енді бұны. Жауабымыз минус 3 пен 2 деген аралықта міндетті жатуы. Бұның енді аралығын сызатын болсақ, сарымен сызып қояйық. Қазір қиылыстыратын болам, екі жауапты бір-бірмен. Бізде бірінші минус 3 пен 2-ның арасын орналастырып қояйық. Мына жерде минус 3, ал мұнда 2 деген жауап. Екеуінің аралығы жату керек. Мінекей көкпен сызып қойдым. Енді мынау қызылмен жатқан аралық шыққан шешімді апарып қойсам, орналастырсам, 0 деген қақ ортасында орналасқан екеуінің, және x-іміз кіші деп тұр, ол сол жаққа қарай барады, минус шексіздікке қарай бара жатыр. Сонда екеуінің қиылысқан аралығын аламыз. Соңында оқушылар, екеуінің қиылысқан аралығы мінекей 0 мен минус 3-тің арасы. Сонда демек есептің жауабы бұл жерде минус 3-тен басталып неге дейін болады екен? Жауабымыз 0-ге дейінгі аралықтар болады екен. Демек бірінші жауабымыз минус 8-тен минус 3-ке дейін болды, екінші жауабымыз минус 3 пен 0-дің арасы болды. Енді келесі амалымыз соңғы үшінші этап. Үшінші этапта бізде не істеу керек? Екеуінде плюс таңбамен ашатын боламыз. Модульдердің алдына екеуіне де плюс таңба қойып ашатын боламыз. Сонда бізде жақшаның ішінде плюс деп қойып, жақшаның ішінде 2x азайтылған 4. Ана плюс тапатына минусқа көбейтсең, минустың өзі қайттан жазылады. X қосылған 3 үлкен немесе тең 1-ден. Сонда 2x азайтылған 4 минус x азайту 3 үлкен немесе тең 1. 2x-ан x азайтсаң жай ғана x болады. Минус 4 пен минус 3-іміз минус 7 деген санды береді. Үлкен немесе тең 1-ден. X үлкен немесе тең минус 7-ні оң жағына қарай өткізетін болсақ, плюс 7 болып қосылып 1-ге 8 деген санды береді. Енді бұның шартын жазып қоя салайын, оқушылар. Бұның шарты бізде не істеу керек? 2-ден плюс 8-ге дейінгі аралықта жату керек. X тиісті бұның шарты 2-ден басталып плюс шексіздікке дейінгі аралықта жатуы тиіс. Мінекей. Екеуін мен қазір екеуін қиылыстыратын боламын. Бір аралыққа салып қиылыстыратын боламын. Шетке өзім тұрайын. Екеуін жабылып қалайын деп тұр камерада. Сонда екеуін қиылыстыратын болса, мына жерге бірінші қызылмен шешімді жазып қояйын. 8 деген саннан басталып плюс шексіздікке бара жатыр. Мына жауабымыз бізде 2-ден басталып плюс шексіздікке бара жатыр. Шартымыз екеуі де плюс шексіздікке бара жатыр. Оқушылар, мына жерде байқасаңыздар, екеуі де қайда бара жатыр? Плюс шексіздікке. Енді қиылысқан аралығымыз есептің жауабы қай жер болады? Сонда 8-ден басталып жауабымыз екеуін қиылысқан жері плюс шексіздікке дейінгі аралық болады екен. Сонымен есептің шешімдері табылды. Бізде 3 жауабымыз шықты. 3 жауаптың ішінде бізде бірігетін аралықтар біріктіріп жүрейік. Сонда мына жерге мен қарамен жазып қоямын. Жауабы деп қояйын. Жауабы, сонда есептің шешімі мына жерде былай алынады. Қараңыздар, бірінші өрнегіміздің жауабы минус шексіздіктен минус 3-ке дейін, минус 3-тен 0-ге дейін. Мына екеуін бізде біріктіруге болады. Яғни қосып жүретін болсақ, минус шексіздіктен минус 3-ке дейін емес, минус шексіздіктен 0-ге дейін деп алсақ болады, Сонда есептің жауабы x тиісті.
минус шексіздіктен 0-ге дейін тік жақшамен жазайын. Және ары қарай қосымшаны жасылмен соңында жазып қойдым. 8-ден плюс шексіздікке дейін. Ол бөлек. Және 8-ден плюс шексіздікке дейін. Мына екеуін қосып жібердім, өйткені екеуінде де минус 3 деп тұр да. Минус 3-ке пауза жасаудың қажеті жоқ. Екеуі де боялып тұр. Сондықтан жауабымыз минус шексіздіктен 0-ге дейін және соңғы өрнегіміз 8-ден плюс шексіздікке дейін болады екен. Есебіміз аяқталды. Сәл күрделі болып көрінуі мүмкін, но бірақ қайтадан бір қарап көрсеңіздер өте қызықты есеп. Келесі бізде тапсырмамыз оқушылар тағы да модульмен берілген екен. Әр модулімізді жеке-жеке 0-ге теңестіріп шешімдерін тауып алсақ. Бірінші 5 азайтылған 2x тең болады 0-ге. Бірінші модулімізді 0-ге теңестірдік және келесі одан кейінгі модулімізден 0-ге теңестіріп алсақ. Енді бірінші модульден шешімдерін табатын болсақ, минус 2x плюс 5-ті теңдіктің оң жағына өткізетін болсам, бізде минус 5 болады. Және x-тің алдында минус 2 деген санды минус 5-ке бөлсем, плюс 2,5 деген жауап шығады. Плюс 2,5. Ал мына жерден теңдеуді шығаратын болсақ, шешімін плюс 3-ті оң жағына өткізем, яғни минус 3 деген жауап болады. Оң жағына өткізем, минус 3. Енді шыққан шешімдерді барып аралықтарға орналастырайық. Өз суретімен минус 3 орналасады және 2,5 аралықтарға бөліп қоям. Енді таңбаларын анықтайық. Мына жақтан бір кез келген бір санды алайын. Минус 5-ті апарып мына жерде x-тің орнына қояйық. Минус 5-ті x-тің орнына қойсаң, минус 5 пен 2-ні минус 2-ні көбейтсең, плюс 10, плюс 10-ға 5-ті қоссаң, бірінші модулімізден қандай сан шықты? Бірінші модульден бізде плюс таңбалы сан шығар екен, егер арасынан бір санды апарып қоятын болсаң. Келесі, минус 5-ті мына екінші модульге апарып қойсаң, минус 2 шығады модульдің ішінен, ол теріс таңбалы сан. Енді минус 3 пен 2,5-ның арасынан 0 деген санды апарып мұнда қояйын x-тің орнына, 0-ді 2-ге көбейтем, 0 болып кетеді. Бірінші модуліміз плюс сан шығады. 0-ді барып екінші модульге апарып қой жақшаның ішіне қойсам, ол кезде де плюс таңбалы сан шығар екен. Және 2,5-ның оң жақтан біз үлкен санды алайық. Мысалы 10 деген санды апарып x-тің орнына қойсам, мына жерге 10-ды қойсам, 2 мен 10 көбейтсем минус 20, 5-тен 20-ны азайтқан кезде минус теріс сан шықты бірінші бөлігіміз. Одан кейінгісі плюс сан шығады екен. Мінекей, енді 3 этап бойынша жеке-жеке қарастырып қазір ашатын боламыз. Мынау бірінші жағдайымыз, мынау екінші жағдайымыз және мынау үшінші жағдайымыз. Бірінші жағдайымыз, үш жағдайда қазір ашамын мен мына жерге сызып қояйын. Бірінші жағдайымыз жазып қояйын. Бірінші жағдайымыз бізде не істеу керек оқушылар? Қайсы сандардың арасында жату керек? Есептің шешімі x тиісті минус шексіздіктен басталып неге дейін? Минус 3-ке дейінгі аралықта жатуы тиіс. Мінекей, біріншісін жазып қойдық. Қазір асықпай осындай ашатын боламын. Келесі екінші шартымыз. Екінші шартта бізде не істеу керек? Минус 3 пен жауабымыз, есептің жауабы x тиісті минус 3 пен 2,5-тің арасында жатуы тиіс. Және үшінші жауабымыз ол бізде x тиісті 2,5-нан плюс шексіздікке дейінгі аралықта жату керек. 2,5-нан басталады плюс шексіздікке дейінгі аралықта. Мінекей, үш жағдайымыз қарастырылды. Енді асықпай таңбаларын қойып ашып шығайық. Бірінші жағдайда бірінші модульдің алдына плюс қоямыз, екінші модульдің алдына минус қоямыз. Сонда жақшада плюс, жақшаның ішінде 5 азайтылған 2x. Одан кейінгісін алдына минус қоямын. Минус жақшаның ішінде x плюс 3. Үлкен немесе тең 10-нан. Жақшаны ашатын болсақ 5 азайтылған 2x. Мына жерде минус x минус 3 деген өрнекті алады екенбіз. Үлкен немесе тең 10-нан. Минус 2x пен минус x-іміз минус 3x-ті береді. Мына 5 пен 3-ті азайтатын болсақ 2 болады. Теңсіздіктің оң жағына 2 деген сан азайтылып, 10-нан 2-ні азайтсаң 8 болады екен. Сонда x теңсіздіктің бағыты 3-ті бөлген кезде теңсіздіктің бағыты қарама-қарсы бағытқа өзгереді. Ол бізде минус 8 бөлінген 3. Міне жауабымыз табылды. Жауап табылды оқушылар. Енді табылған жауапты аралықта екеуін қиылыстыруымыз қажет, иә? Мінекей екі аралықсыз қояйын. Мен қазір қиылыстыратын боламын. Бірінші өзі аралығымыз 8-ді 3-ке бөлетін болсақ, ол бізде минус 3-тен кіші сан болайын деп тұр екен. Сонда минус 3 бірінші орналастыратын боламыз. Қазір минус 3-ті бірінші орналастырып алайын. Минус 3 боялады. Минус шексіздіктен минус 3-ке дейінгі аралықты жоғарыға салдым. Енді қызыл аралығымыз салып қойсақ, бізде 8 бөлу 3-тен қай жаққа дейін x-іміз кіші деп тұр, иә? Минус шексіздікке қарай бара жатыр. Енді екеуін бізде оқушылар соңында не істеу керек? Қиылыстыруымыз қажет. Екі аралық бір-бірімен қиылыстыратын болсақ, сонда жауабымыз x тиісті жауабымыз минус шексіздіктен басталып
минус шексіздіктен басталып минус 3-ке дейінгі аралық болады екен. Міне жауабымыз табылды. Келесі амалымыз бізге оқушылар минус 3 пен 2,5-ның арасынан ал дейді. Минус 3 пен 2,5-ның арасын алатын болсақ, екеуінің де таңбасын плюспен ашатын боламыз. Плюс қойып ашайын. Сонда 5 азайтылған 2х бірінші шақшамыз, екінші шақшамызға да плюс қойып аштым. Х қосылған 3. Үлкен немесе тең 10-нан. Сонда 5 азайтылған 2х қосылған х қосылған 3 үлкен немесе тең 10-нан. Минус 2х пен х-ті қосқан кезде минус х-ті береді. 5-ке 3-ті қоссаңыздар бізде 8 деген жауапты аламыз. Үлкен немесе тең 10-нан. Минус х үлкен немесе тең 8-ді оң жаққа өткізген кезде азайтылып 2-ні береді. Х-на теңсіздіктің алдындағы минустың х-тің алдындағы минусты оң жағына бөлген кезде теңсіздік өзгеріп минус 2 деген жауапты аламыз. Ендігі амал бізде аралықтарын сызып қойайық. Мінекей. Енді минус 3 пен 2,5-ның арасы және минус 2-ден минус шексіздікке дейін деп отыр екен. Минус 3 ол барады 2,5-ға дейін. Және жауабымыз мына жерге қызылмен жазып қойсам, екеуінің арасы минус 2-ден басталып, қай жаққа бара жатыр? Бұл бізде минус шексіздікке дейін аралық. Мінекей. Сонда есептің жауабы оқушылар, мына жерде қиылыстыратын болсам, жауабымыз х тиісті минус 3 пен минус 2-ның арасы. Мінекей жауап табылды. Соңғы өрнегіміз қалды. Оны бізде біреуін минуспен, біреуін плюспен ашатын боламын. Бірінші өрнегімізді минуспен ашайын. 5 азайтылған 2х шақшаның ішінде плюс қосылған 3 үлкен немесе тең 10-нан. Енді минус 5 қосылған 2х қосу х қосу 3 үлкен немесе тең 10-нан. 2х пен х-ті қоссақ 3х-ті аламыз. Үлкен немесе тең минус 5 пен 3 азайтылып минус 2-ні береді. Оң жағына өтсе ол қосылып 12 деген санды аламыз. Х үлкен немесе тең 3 пен 12-ні бөлсек 4 деген жауап шығады. Х үлкен немесе тең 4-тен. Енді бұның аралығын сызып қойайық. Мына жерге сәл сыймай қалуы мүмкін. Сіздер мен қазір шетке қашатын боламын. Жалып қалса егер шетке қашып жазайын. Бізде 2,5-нан плюс шексіздікке дейін дейді. Жоғарғы аралығын қарайтын болсақ, мына жер 2,5-нан плюс шексіздікке дейін. Мінекей 2,5-нан плюс шексіздікке дейін. Алдына қызыл өрнекті қарайтын болсақ, 4-тен плюс шексіздікке дейін. Екеуінің де қиылысқан аралығымыз бізде қай жауап болады екен? Қиылысқан жеріміз. Сонда есептің жауабы оқушылар 4-тен плюс шексіздікке дейінгі аралық болады екен. Мінекей оқушылар, сонда есептің жауаптары бізде осымен табылды. Почти есепті соңына жақындап қалдық. Соңғы жауабын жазатын сәтке келдік. Оқушылар, мінекей 3 жауап шыққан болатын. Бірінші, екінші және 3 жауап. 3 жауаптың ішінде біріктіріп жүретін жауаптарымыз болады бізде қазір. Жауабы деп қояйын мына жерге. Жауаптарымыз мына жерде байқасаңыздар, мына бірінші тұрған жауап пен екінші тұрған жауапты бір-біріне біріктіріп жіберуге болады. Не себепті оқушылар? Өйткені минус 6-тен минус 3-ке дейін, мен мына жақта минус 3-тен минус 2-ке дейін деп жазылған. Екеуін біріктіріп жіберіп, бірден мен былай жазсам болады. Келісесіздер ғой? Минус шексіздіктен біріктіретін болсам, минус 2-ке дейін десем болады. Өйткені ортасындағы минус 3-ке пауза тоқтаудың қажеті жоқ. Минус 6-тен келе жатып, минус 3-ке тоқтап, минус 3-тен 2-ке дейін деп жазудың қажеті жоқ. Екеуін біріктіріп жүрген кезде минус 6-тен минус 2-ке дейін жауап болады. Және үшінші жауабымыз соңғысы, ол бізде 4-тен плюс шексіздікке дейін. Үшінші жауабымызды қосымша жазып қойдық. Сонда мына жауаптар бізде есептің шешімі бола алады екен. Осымен есебіміз аяқталды. Сәл күрделі уақыт алатын мыжыңдау есебі, ештеңе етпейді. 1-2 рет қарайтын болсаңыздар, видеоларды түсініп алсаңыздар болады. Өте жақсы есеп үйреніп алсаңыздар. Келесі 13-ші тапсырмамыз бізде екі жағдайда мына жерде модуль ішінде модуль берілген екен. Бұны алдымен теңдік ретінде қарастырып, екі жағдайда ашып алатын боламын. Ең алдымен екі жағдайда мінекей мен стрелка қойып қояйық. Плюспен және минуспен екі жағдайда ашайық. Плюс және минус. Мына 10 деген санымды байқасаңыздар, екі жағдайда ашам, яғни сыртқы модульден құтылуым керек. Бірінші кезек-кезекпен құтылатын боламыз. Модульдерден бірінші сыртқы модульден құтыламыз, сосын ішіндегі модульден құтыламыз. Бірінші сыртқы модульден құтылған кезде ішінгісін сол күйінше көшіріп жазып қоямын. X минус 3 модуль ішінде қосылған 6 тең емес 10-ға деп қояйық. Мына тең емес деп алу себебім теңсіздігіміз қатаң емес болған үшін. Келесі модулімізді x минус 3 түбірлерін табу үшін мен тең емес деп жазып жатырмын. Оқушылар, теңсіздік қоймаңыздар, теңсіздік қоюдың әзірге қажет жоқ.
x плюс 6 тең емес қандайға келесі минус 10-ға. Мінекей плюс 10 және минус 10 деп екі жағдайда қарастырдым. Өйткені сырттағы модульден құтылған болатын. Сонда шығаратын болсақ әрқайсының шешімдері. Мына плюс 6-ны оң жағына өткізейік кеңдіктің. Сонда x тең емес. Плюс 6 оң жағына азайтып болып өтіп, 10 мен 6-ны азайтсаңдар 4 деген жауапты аласыңдар. Енді бұны қазір екі жағдайда асықпай жеке ашып көретін боламыз. Келесі екінші өрнегіміз бізде модуль ішінде x минус 3 плюс 6-ны тағы да оң жағына өткізетін болсам тең емес. Минус 10 азайтып 6 болады, екеуі қосылып кетіп минус 16 деген жауап береді. Сонда екі жауабымыз шықты мінекей оқушылар. Тағы да енді модульден құтылатын боламыз. Соңғы модуліміз қалды. Мынаны екі жағдайда қарастырайық мінекей. Плюспен және минуспен. Сонда x минус 3 тең болады плюс 4-ке. Және x минус 3 тең болады минус 4-ке. Ал мына өрнегіміздің оқушылар не істеп тұр? Қарасаңыздар, модуліміз теріс санға тең болып тұр, Модуль егер білесіздер теріс санға тең болатын болса, онда модульді ашуға болмайды. Екі жағдайда плюс 16 минус 16 деп ашып жүрмеңіздер, өйткені модульден ешқашан теріс сан шықпайды. Сондықтан мына жерде есептің шешімі болмай тұр. Ал мыналарды ары қарай шығаратын боламыз міндетті түрде. Минус 3-ті оң жағына өткізсем плюс 7 деген жауап шығады. Мына жақта да минус 3-ті оң жағына өткізсем минус 1 деген жауап шығады. Міне x-тің шешімдері табылды. Минус 1 мен 7 деген жауаптар. Енді шыққан жауаптарды аралықтарға орналастырайын. Бірінші минус 1, мына оң жағына плюс 7. Интервалдарға мінекей бөліп қоямын. Енді әрқашан не істейміз оқушылар? Теңсіздіктің оң жағынан бастап плюс таңбасын қойып шығамыз. Яғни плюс, минус, плюс. Всегда плюстен басталады оң жағы әрқашан. Енді теңсіздікті қарайық. Теңсіздіктің белгісін мына жерде енді барып қолданамыз. Кіші деп тұр, Модуль өрнегіміз, егер модуль өрнегіміз мына саннан а деген саннан кіші болатын болса, онда қай аралықтарды аламыз? Минус аралықтарды жауапқа аламыз. Ал егер модуліміз үлкен болатын болса, онда плюс аралықтарды жауапқа алатын еді. Мына жерде 10-нан кіші дегендіктен минус аралықтарды бізде жауапқа қабылдайды екенбіз. Есептің жауабы сонда қандай жауаптар болады? Есептің шешімі минус 1-ден басталады. Жай жақшамен жазып қояйын. Ол жауабы 7-ге дейінгі аралық болады. Минус 1 мен 7-нің арасы есептің шешімдері бола алады. Есебіміз аяқталды. Бізде тапсырмамыз 14-ші тапсырма. 14-ші тапсырмада бізде екі жағдайда қазір жүйеге алып қарастыратын боламыз мына өрнегімізді. Ол деген сөз, мінекей бірінші үстіңгісін жазып қояйын мен. X қосылған 3 модуліміз. Не деп тұр мына жерде байқасаңыздар, бірінші жағдай 2-ден үлкен деп тұр, Бұны міндетті түрде осындай өрнектерді жүйеге аласыздар, яғни қиылысуын алу керек деген сөз. Модуліміз 2-ден үлкен деп тұр. Мына теңсіздікті міндетті түрде модульге қаратамыз және 2-ден үлкен болу керек. Көрдіңіздер ме? Мынаны бір бөлек қарастырып алдық, және мынаны екіншісін бөлек тағы да бір қарастырып аламын. Оны қызылмен жазып қоя салайын. Модуль ішінде x қосылған 3 кіші немесе тең 10-нан. Яғни 10 үлкен деп тұр, ал біреуінде модуліміз үлкен болуы тиіс. Сонда мына екі жүйені бір-бірімен қазір қиылыстыратын боламыз. Соңғы амал бізде бірінші енді екеуін жеке-жеке жауаптарын шетке шығарып алсақ. Бірінші өрнек мынау фиолетовыймен жазылғанымызды бір бөлек жазып қояйын, оның жауабын бөлек тауып аламыз. Екеуінен шыққан жауаптарды соңында мен қазір қиылыстыратын боламын. Модуль ішінде x плюс 3 үлкен 2-ден, және мына қызылмен жазылғанымызды бөлек шетке жазып қояйын. Модуль ішінде x плюс 3 кіші немесе тең 10-нан. Ал жауаптарын табатын болсам, бірінші өрнегімізді екі жағдайда қазір ашып жазамын. Плюспен және минуспен. Сонда x қосылған 3 тең емес 2-ге, x қосылған 3 тең емес минус 2-ге. Яғни плюс 2 минус 2 деп теңсіздігімізді алып жатырмыз. Мына теңсіздікке уақытша қарамай тұрам, мен оны тең емес деп алдым, боялмау үшін. Сонда бірінші өрнектен жауаптарымыз табатын болсақ, плюс 3-ті оң жаққа өткізген кезде азайтылып, 2 мен 3 азайтылса минус 1 деген жауап шығады. Ал мұнда плюс 3-ті оң жаққа өткізсек, азайтылып, екеуі минус 5 деген санды береді. Яғни минус 2, минус 3, екеуі қосылып кетіп, минус 5 береді. Шешімдері табылды. Енді мынау қызылмен жазылған өрнекте де шешімдерін тауып көрейік, асықпай. Сонда x қосылған 3 тең болады 10-ға, екі жағдайда ашып жатырмын. X қосылған 3 тең болады минус 10-ға, плюс 10 және минус 10. Мына жерден 10 мен 3-ті азайтсақ бізде 7 деген жауап шығады, x-іміз. Ал мына жақта минус 10, мына 3-імізді оң жаққа өткізген кезде минус 13 деген жауап шығады. Міне, қызылмен жазылған жауаптар екеуі шықты, фиолетовыймен екеуі шықты. Енді шыққан жауаптарды қазір бір аралықта не істейміз? Соңғы амалымыз бізде оқушылар қиылыстыратын боламыз. Үстіңгісін бөлек жоғарыға мен салатын боламын, және астыңғысын бөлек салатын боламыз астыңғы жағына. Қазір соңында екеуін қиылыстыратын боламыз.
мынандай қанша апарайық. Мынандай қанша асықпай әдемі қылып жазып алдық қой. Енді үстіңгісін бөлек шығарайық. Бізде -5 пен -1 және астыңғысының -13 пен 7. -13 пен 7 деген сөз, бірінші -13-ті сол жағына жазамын, ең шеткі жағына -13, ол боялады. Және 7 деген санында оң жағына жазамын, ең шеткі жағына, ол да бізде 7 деген жауабымыз боялады. Енді үстіңгі жағында бізде фиолетімен сызып қояйын. -5 пен 1 ортасына орналасады. Осы екі санның ортасына орналастыру маңызды. Мыналардың реттілігін орналастыру өте маңызды оқушылар. Орындарын шатастырып алып жүрмеңіздер. Өсу ретімен орналасуы шарт. -13, -5, -1 және 7 өсу ретімен орналасты. Енді үстіңгі бөлігінің жауаптарын бір бөлек алатын боламын. Мінекей интервалдарға бөліп қояйын. Плюс, минусын қойып шығайық. Плюс, әрқашан плюстен басталатын еді бізде. Ал қызылымызды бөлек интервалдарға бөліп қоямын. Мінекей интервалдарға бөлдік. Бұл да плюс, ортасы минус, ар жағы плюс болды. Енді бізде керек амалымыз, фиолетовыйымыз бізде қандай деп тұр? Теңсіздігін байқайтын болсақ, фиолетовыйдың теңсіздігі мына жерде 2-ден үлкен деп тұр, 2-ден үлкен деп тұр. Модуліміз 2-ден үлкен болатын болса, яғни модуль өрнек үлкен болса, плюс аралықтарды жауапқа аламыз. Фиолетовый түсіміз мінекей плюс аралықтар жауапқа қабылдадым. Үстіңгі бөлігінде плюс аралықтар жауапқа қабылданады. Ал астыңғы бөлігінде қызылды қарайтын болсақ, ол кіші 10-нан деп тұр. Модуліміз 10-нан кіші болатын болса, онда білесіздер, алдыңғы сабақты сақырдық есептерін көрсеңіздер, минус аралықты аламыз. Модульден кіші болса минус аралық, үлкен модулі үлкен болса плюс аралықтарды алады екенбіз. Сонда соңғы дүние бізде қиылысқан жерін алу қажет. Соңғы дүние қиылысқан жері мінекей -13 пен -5-тің арасы, -1 мен 7-нің арасы болады екен. Сонда есептің шешімі x тиісті. Жауабымыз, мыналар бізде айтпақшы боялмайды екен. Мыналар есте сақтаңыздар оқушылар, мыналар бізде боялмайды, -5 мен -1-іміз боялмайды, өйткені олар теңсіздігіміз қатаң. Сонда жауабымыз -13-тен басталып -5-ке дейінгі аралық, жай жақшамен жазып қоямын -5-ті, және -1-ден басталып +7-ге дейін тік жақшамен. Мына -13 пен 7-іміз боялады, ал мына екеуі боялмайды, сондықтан жай жақшамен жазған болатынбыз. Осымен есебіміз аяқталды.